Жаңа жыл мерекесі қарсаңында мыңнан астам үлескерлердің мәселесі шешілді. Астана іргесінде орналасқан Қосшы елді мекенінде жасыл өлке тұрғын алыбының мыңнан астам пәтері өз иелерін тапты. Пәтер кілттерін салтанатты түрде тапсыру рәсіміне Ақмола облысының әкімі Сергей Дьяченко арнайы келді. Бұл сәтті 4 жыл күткен тұрғындардың қуанышымен тілшіміз Мұхтар Ыбырайым қайтты. Жасыл өлке тұрғын алабының құрылысы 2007 жылы басталды. Осыған дейін 2,5 мың жанұя үйлеріне кірген болатын. Бүгін тағы мыңнан астамы қоныс тойын тойлап жатыр. Түтеген боранға қарамастан үлескерлердің көңілі көтеріңкі. Облыс әкімі пәтер кілттерін жеке-жеке тапсырып, жаңа үйдің тыныс тіршілігімен танысып қайтты. Бүгін осы ауылдың үлескерлер мәселесі шешілді деп ауыз толтырып айтуға болады. Орындаушылар да сапалы жасауға тырысқаны көрініп тұр. Жалпы Қосшы кентін дамыту бойынша жоспарлар көп. Негізгі мәселенің мән-жайын білуге келгем. Бағымыз жанып, бірден пәтердің кілтін алып отырмыз. Бұл күтпеген тосын сый болды. Енді жаңа жылды қарсы алып асықпай көшпекпіз. Қолдау көрсеткен үкіметке алғысымыз шексіз. Жоба бойынша 8 мың пәтер жоспарланып, кейін 60 үйден құралған шағын қалашық қалыптасады деп күтілуде. Бүгінге дейін Альянстрой сервис компаниясы құрылысқа 15 миллиард теңге жұмсады. Оған қосымша бюджеттен 8 миллиард теңге қарастырылып, инфрақұрылымдар тартылды. Мәселен, жылу қазандығы іске қосылды. Қазір тұрғын үйлер жылу, су және электр энергиясымен толық қамтылып отыр. Магистральды желілерде жұмыс жасайды. Самое главное мы сделали, Басты қиындық артта қалды. Үйлер бой көтеріп, өз иелерін тапты. Ең бастысы дағдарыс кезінде көмек көрсеткен елбасымыз бен үкіметке алғыс айтамыз. Келер жылы жасыл өлке тұрғын алабында жаңа мектеп пен балабақшаның құрылысы жоспарланып отыр. Мұхтар Ыбырайым, Қанат Абелдин, Хабар агенттігі.